Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Зайырлылық әр еліміздегі әр азаматтың өз еркіндік құқығы. Яғни зайырлылық рухани дамуымыздың бастауы, рухани жаңғыруымыздың бастауы. Салт дәстүріміз, тіліміз және де рухани байлығымыз бәрі рухани жаңғыру болып табылады. Зайырлық негізі мемлекетте зайырлы мемлекет болуымыз, мемлекет дін істеріне араласпауы тиіс, ал дін мемлекет істеріне араласпайды. Дей тұрғанмен мемлекет, яғни дін ұстанушыларға жағдай жасап отыр. Мысалға айтатын болсақ, мешітіміз ашық, медреселеріміз бар. Яғни дін ұстанып, діни білім алам деген жастарға медреселер, колледждер бар, діни колледждер. Ал бірақ оның да бір шектеуі бар. Мысалға, мемлекеттік жайларда, оқу орындарында дінді насихаттауға және де діни іс-шаралар ұйымдастыруға, уағыз насихат айтуға ондай орындарда тыйым салынады. Өйткені біздің елімізде қаншама дін ұстанушылар бар. Тек ислам діні ғана емес, басқа дінді ұстанушылар да бар, олардың да құқықтары бар. Сол сияқты зайырлы мемлекетіміздің басты негізі рухани жаңғыру болып табылады. Елімізге сондай бейбіт ынтымақты ел болуымыз үшін осы зайырлықты ұстануымыз қажет екен. Біздің еліміз қазір рухани жаңғыру үстінде. Қаншама жастарымыз ғылыми діни білім алып жатыр, ғылыми білім алып жатыр. Олардың бәрі әр азаматтың өз еркіндігі. Құранда да Алла тағала айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим, ла ихраха бид-дин. Яғни дінде зорлық жоқ деп айтады Алла тағала. Сол сияқты біздің де осы зайырлықты ұстануымыздың бірден бір себебі, ешқандай дінде зорлық жоқ. Өйткені біз этностық және көп ұлттық елміз. Сол үшін басқалардың да құқығын қорғап, басқалардың да өзіндік моралдарын қорғауымыз қажет және де құрметтеуіміз қажет. Сол үшін де еліміз зайырлы мемлекетті, зайырлылықты ұстанады. Біздің ата заңымыз, конституцияда да осы зайырлықты ұстану ережесін, яғни ұстану заңы бар. Еліміздегі әрбір жас білімді болуы тиіс. Ғылыми, діни болсын, әрбір адам өз ісінің маманы болуы тиіс. Қазақстанымыз дами берсін, құрметті ағайын.